Ал қош келдіңіз Жанерке. Қалыңыз қалай? Состояние қалай? Негізінен состояние менде әртүрлі. Бір қалыпта деп айта алмаймын, мүлдем. Біресе ашуланып кетемін, біресе неге деп кетемін кәдімгідей ше. Сөйтіп, енді қазір өмірімде мен ойлаймын, барлығы бір менің дамуыма арналып жатқан сияқты болып тұр да маған. Себебі қазір студияда ремонт болып жатыр. Өзімнің өмірімде де осындай терапия өтіп, шешім қабылдап келдім деген сияқты. Соның барлығы бірге болып кету керек сияқты болып тұр да. Даже еще сол нәрсені проживать ету, иә? Да, проживать етіп жатырып, мен осознание түсіндім да, что сен бұның барлығы саған ауыр болса да, ол саған ең дұрысы болып тұр деген сияқты нәрсе түсіндім. Ашуланам, жынданам, қабылдай алмаймын, отрицание болады. Даже мынандай болады арасында. Меня все это надоело деп ше. Кәдімгі ығырым шығып кететін ситуациялар көп болады. Бізде қазір осы уақытқа дейін уже сізбен 3 терапия өттік. Ішкі бала, мамаға қатысты 2 жеткіліксіз болғаннан кейін. Бүгін енді бізде папа. Қалай ойлайсыз, папа терапиясына дайынсыз ба? Өзіңіз саналы тұрғыда. Терапияға келген себебім де сол ғой. Енді сізде қарсыласу болды ғой бірінші терапиядан кейін? Иә, өте қатты болды, 2 апта. Иә. Негізі терапияға келгендегі басты ниетім де сол болған басынан. То есть 2 жыл бұрын мен недостаточно терапия алдым деп өзім жүрегімде қап кетті сол кезде енді. Бірақ бір уақытсым бір несі келетін шығар, Алладан бір знак дейді ғой. Сондай нәрсені күттім. И ол нәрсе келді. Дер кезінде қабылдай алдым деп ойлаймын өзім қазір. Оған мен дайынмын, себебі өте көп этаптардан өтіп, сана деңгейінде уже өскеніңіздің белгісі. Иә, деп ойлаймын. Сол үшін мен дайынмын. Сол үшін келдім деп. Мен папам негізінен өте ақылды кісі болған. Енді мен 3 жасымда ажырасқаннан кейін папа мамам, мен ол кісіні өзім түрін білмеймін, өзімен бетпе-бет кездесіп сөйлеспеген, бірақ анамның айтуы бойынша, менің нағашы туысқандарым айтуы бойынша ол кісі өте ақылды, математика, физика, химия деген пәндерді өте күшті жақсы оқыған, білімді, сауатты кісі деп айтады олар маған. Енді менің де оған кейін өсе келе көзім жетті негізі олардың. Я, дұрыс сондай ғой деген сияқты ше. Потому что мен ойлаймын, саналы оқымысты оқитын адамнан оқитын адам туылады деп ше. Потому что мен де оқуға деген өте көп, ізденіске деген өте көп ынтам болды. Сосын мен еще математиканы жақсы көремін. Яғни уже ол папаңыздан келіп жатқан? Иә, ген деген нәрсе бар ғой, по-любому қызығушылығын қап кетеді да. И мен математика көп қызығамын. Оның ішінде именно алгебра мен геометрия өте қызық болады маған. Пространственное мышление деген нәрселерге қызығамын да. Қандай керемет. Ол кісі дәл сондай нәрселерге қызыққан екен. Мен оны кейін уже байқай бастадым. Дальше ол кісімен байланыс, былайша айтқанда, мақтау жағынан, енді кішкентай кезімде мақтап өсірген ғой, но менде ожидание болып қалды. Менде мынандай. Иә, 3 жаста ажырасты, бірақ менің санамда ол кісі жоқ болғанына 6 жасымнан. 6 жасқа дейін қайда болды сонда? Санаңызда кәдімгідей бір ожидание болды ма, кетіп қалады деген? Иә. Вот вдруг бір 2-3 жыл күте тұрсам, ол кісі қайтып келеді маған деген нәрсе болды менде бірақ. Өкініш бар ма? Әкеге қатысты. Әкеге қатысты өкініш бар негізінен. Именно қалай? Қандай өкініш? Менің детствомда, мен балалық шағым әкесіз өтті деген нәрсе бар іште. Кінәлау? Енді көп адамдар былай айтады ғой тағы да. Сенің мықты болуыңның да себебі әкесіз өскенің депші. Солай өзіңді жұбатуға тырысасың негізінде. Бірақ түбінде келгенде
кішкене көңілде не қалады, қаяу. қаяу қалады. Өйткені біз әйелдер мықты болуға жаратылмағанбыз. Иә, Вот в любом именно. случае было бы классно, если был бы деген сияқты бір нәрсе болады ғой. Если бы деген сияқты. Иә, если бы деген нәрсе по-любому қалады. Но мен түсінемін, что менің осылай мықты тұлға ретінде өскенімнің өзінің себебі де сол жақта жатыр да. Потому что мен тоже не раз рилста да айтамын, мысалы біреуге дәлелдеу мақсатында жасалған дүниенің өзінің қайырлысы деп ше. То есть айтып жатады ғой енді, дәлелдеп жатырық, қандай үйтіп жатырық, бүйтіп жатырық, сөйтіп мынандай нәрсе істеп кетеміз, бүйтіп кетеміз деп. Менің өзімнің өміріме, жеке өзіме қарай не алатын болсам, жалпыламай емес та, маған ол мотивация берген ғой деп қабылдаймын. Окей, хорошо. Бүгін онда бізде қазір папаға қатысты терапия болады. Именно папамен қандай өзіңіз связь екеніңізді осы терапияда иншалла анықтай аласыз. Неге? Өйткені біздің осы папаға мысалға көп әкесі жоқ қыз балалар, ұл балалар өте бір айтайын ба, бір өзінің опорасы жоқ сияқты болады. Мысалы жаңа сіз айтып жатырсыз ғой, мен мықты болғанымда соның кесірінен де сияқты деп. Неге? Өйткені сіз кішкентай кезіңізден опораны сезінген жоқсыз. Мама ол біздегі женственность, сексуальность, да, өзіміздің женская энергетикаға кіреді. Ал папа ол біздің ақша табу өте оңай, жеңіл түрде, и өзіміздің бір іштей опорамыз. Егер де бізде папаға қатысты ренішіміз болатын болса, ол бізде уже отношенияның дұрыс болмауына, ақшаның дұрыс оңай таба алмауымызға алып келеді. Түбі қарыз, кредитке де кіріп кететіндері бар. Неге? Өйткені әкені мындай бір болады ғой, қабылдай алмау, өкініштен сен неге тастап кеттің деген сияқты. Сол үшін давайте бисмиллах терапиямызды бастап көрейік, иә? Папаны қабылдау. Терең демалып дем шығарамыз, көзімізді жұмамыз. Сіз өзіңіздің бір пространствоңызда тұрсыз. Тек қана өзіңіздің жеке пространство. Алдыңыздан, артыңыздан, жанынан, үлкен кіші прозрачный тесіктер не бар? Байқаңызшы өзіңіздің айналаңызда. Үлкен здание. Енді оң жағыңыздан папа пайда болды. Сізге жақындап келе жатыр. Өзіңіздің мына кеңістігіңізде, пространствоңызда не болды? Қандай өзгеріс? Қорқыныш, реніш, жақтырмау, или наоборот еркелеп сүйген қалап тұрсыз ба? Еркелеп сүйген қалап тұрмын. Осы сезімді жаттап алыңыз. Әкеңізде қандай супер силасы бар деп ойладыңыз? Мысалға, кейбіреулер менің папам барлық проблеманы шеше алады, күшті ақша таба алады деп ойлайды. Ал сізде қандай ой болды? Қорғай алады. Қыстың уақыты менде етік бар, киімім бар. Етігім жыртық. Сол жыртық етік үшін ұялдым мен қатты. Стыд бар, иә? Ұялу. Жарайсыз. Осы состояниені сезініңізші. Ұялу сезімін сезініңізші. Папа сіз ойлағандай адам емес. Ол отырып просто жай ғана ойыңызға келген бір ой болар. Осы ұялған кезіңізде сіз өз-өзіңізге бір уәде бердіңіз. Қандай уәде? Мысалға, мен енді өзім мықты боламын, өзім көп ақша табамын. Қандай уәделер бердіңіз сол кезде? Мен ақшам көп болады, мен күшті киінемін дедім. Өзіме. Енді сіз бен әкеңіздің ортасында бір үлкен лабиринт бар. Сол жерде сіз жүрсіз, әкеңізді іздеп жүрсіз. Бірақ қайда барсаңыз бір стена тупик. Жанерке әке бүйтсін ба десе жоқ деген қарсыласу жауап тұрады. Енді кең ашық дала сіз және әкеңіз ғана.
Ақырын бір-бірлеріңізге жақындай бастадыңыз. Бүкіл әкеңіз туралы ойды алып тастағаннан соң, бүкіл әкеңіз туралы ойдың бәрін мен алып қойдым. Соны алып тастағаннан соң енді әкеңізге ешқандай претензиясыз, обидасыз қарап көріңізші. Просто рұқсат беріңіз өзіңізге. Ұялады. Получается, стыд сізге кімнен келіп тұр? От папы келіп тұр, я? Байқап тұрсыз ба өзіңіздегі сезімдер қайдан кімнен келіп жатқанын? Жарайсыз. Неден қорқады папа? Неден қорқады? Әр адамның негізі бұл өмірде өзінің правасы бар. Сіздің де өзіңіздің қалауынша өмір сүргіңіз келеді. Дұрыс па? Сол сияқты папаның да өзінің правасы, құқығы болды. Оң қолыңызға сол папаның өзінің правасын салып қойыңыз, құқығын. Сол қолыңызға әкеңізге қатысты бүкіл боль, обида, претензияларды салып қойыңыз. Сіздің әкеңіз именно дәл сондай адам болды, өзі таңдады. Өзі таңдады. Да, может, не самый идеальный шығар, но ол өзі сондай адам. Бұл оның жолы. Енді осы екі қолды қарап ойланыңызшы бір сәтке. Егер де қиын болса, осы екі қолға өзіңізді қойып көріңіз. Сіз де мысалға басқалар қалағандай медик болмадыңыз. Көңілдерінен шықпадыңыз. Енді мен сіздің әкеңізбін. Көршінің, ағайынның баласымен салыстырған сәттерім үшін мені кешірші. Сол себепті де адам ретінде қарап, оған рахметіңізді айтыңыз. От души. Қалайсыз? Менде негіз бұрынғыдай негатив жоқ екен. Папаға ма? Бұрынғыдай емес екен. Қандай сезім көтерілді қазір? Понимание. Түсінуге тырысып жатырмын. Уважение. Адам ретінде қабылдау. Я? Молодец, классно. Өйткені біздерші қаншама не болса да, айтайыншы, қаншама бізге жағдай жасаса да, хоть біздің папамыз абьюзер болсын, басқа болсын, бұл жердегі нәрсе біз терапияда не айтылды мағынасы? Біз көбінесе оны бір герой сияқты қойып қоямыз, да? Бір сондай мықты адам сияқты қойып қоямыз. И потом бір сәт болады, бац, ажырасу болсын, либо папа келіп маманы ұрған болсын, в общем біздегі сол ожидание, реальность не алады, да? Бұзылып кетеді. Незнанный нәрсе болады. Біз түбінде бәрі бірде ата-анамыз бізді бір жақсы десін деген сияқты бір мақтауды естігіміз келіп тұрады. Барлық адам. Жоқ, мен дәлелдемей жатырмын деген сопротивление болуы мүмкін. Бірақ түбінде жаным, рахмет Жанерке, молодец деген сияқты, да? Білесіз ба? Бүкіл адам сондай бір махаббатқа зәру. Иә. Жоғын түсінемін ғой, бірақ дәл қазіргі ситуацияда меніңкі ол дәлелдеу емес деп ойлаймын негізінен. Мысалға, қалай ойлайсыз? Не себепті олай ойлайсыз? Мен дәлелдедім, кезінде дәлелдедім. 2 жыл алдын 2023-ке дейін мен дәлелдеп келдім, мен оны мойындаймын. Ойбай, үйтіп тастау керек, бүйтіп тастау керек. Потому что кішкентай кезде мен дәл солай ойлайтын. Осыдан мен өсейін, көресіңдер, менен кім шығатын. А менде 2023 жылы сондай бір құлдырау болды да. Период. Иә.
и сол сәтте мен қатты депрессияға кірдім. Мхм. Мен дәлелдей алмай қалдым ғой деген сияқты болған шығар сол сәтте. Как раз көп терапиялар алып бастадым, өзім сол уақытта енді дайын болып пістім, эмоциялар шықты, регрессияға ұшырадым былайша айтқанда. Сол кезге дейін мен дәлелдеумен болған шығармын. Сол кезде не істедіңіз, кімді таптыңыз? Ладно, сол кезге дейін прям күшті болып жүрдіңіз, дәлелдеу дедіңіз. Ештеңе де тапқан жоқпын сол кезде ше. Мхм. Қолымда не бір айтарлықтай ештеңе болған жоқ. Жоқ, қолдағы емес, жүректегі. Сол жалпы бір нәрсе айта алатындай не рухани байлық болған жоқ, не осознанность болған жоқ. Көп нәрселердің мән мағынасын түсінбей жасадым даже. Мен не істеп жатырмын деген сияқты сұрақ болады ғой бір. Просто тупо, иә? Иә. Радикалский. Мен ол нәрсені істедім вообще, қуасың ба деп ше, өзіңнен сұрайсың ғой. Сондай сәттер өте көп болатын. Ал қазіргі соңғы 2 жылдықтың уақытын, бір жарым жылдықтың ішінде менде мынандай да, кез келген іс әрекетімнің артында мына нәрсе жатыр екен ғой деген нәрсе болады. Хайыр. Иә. Хайырын іздеу. Иә. Керемет. Ол уже сіздегі бір осознанность, даналықтың белгісі. Иә. Яғни ол бір өсу, ересек позицияның белгісі, да? А не так вот я докажу, что я крутая, что я успешная деген. Может, кішкене бар шығар енді, толығымен тоже отрицать етуге де болмайды ғой. Ол жаңағы ситуацияда, который барлық адам түбінде Иә. хотя бы келіп бір молодец, сен қолыңнан келді деп айтқан. Сол нәрсені күтеміз, да? Иә. Неге ол нәрсенің барлығын сен жасап жатсың, не үшін керек бұл саған? Мен қоғамға пайдалы болғым келіп жатыр. Қоғамда өзімнің орнымды қойғым келеді. Адамдарға пайдалы бола алатындығымды біліп тұрмын. Мен сияқты маманмен жұмыс жасау керек адамдар деген нәрсеге келді миыма. Сол үшін мен оларға қызмет көрсетіп жатырмын ғой. Адамдарға қызмет етіп жасап жатырмын. Сол үшін де мен ол жұмысты істеуім керек деген сияқты болды да менде. То есть Жанерке мынандай ситуацияда адам, когда шынымен де осы адамдарға қызмет ету позициясын ұстанатын болса, ол істейді. Иә. Ол істейді реально. Бірақ біздің ішіміздегі нәрсе, все-таки мынау бір шелек пустой болып тұрса не істейді? Ішіне құйылған су төгіледі ғой. Тура мысалға стаканда су тесік болатын болса, су не істейді? Төгіледі ғой. Тура сол сияқты сіздің істеп жатқан нәрселеріңіз кейде бір тесік шелекке кіріп жатқандай болып қалуы мүмкін, да? Түсінесіз ба? Сол үшін де біздегі нәрсе, вот это внимание, махаббат дегенді бірінші өзімізге беруіміз керекпіз. Бірінші орында сізсіз. Давайте Аллах деп алайық. Ладно, бірінші орында Аллах. Бірақ одан кейінде сіз тұрсыз, да? Күйеу емес, ата-анаңыз емес, басқа емес. Егер де сіз Аллахты шынымен де өзіңіз танып, соны ата-анаңыздан да жоғары орынға қойып, өзіңізбен бірге, вот мен бармын и Алла бар, болды. Сондай позицияны ұстанатын болсаңыз, реально, сізде принять этап өте оңай өтеді. Сосын вот это внимание, махаббат жетіспеушілігі, ол оны өзіңіз ақ бересіз өз-өзіңізге. Менде мысалы мынандай болды да. Жалпы вообще не үшін дамып жатсың деп мысалы сұрақ қойған кезде, я хочу роскошь өзіме. Конечно. Я хочу жить в красивом доме. Я хочу развиваться. Я хочу больше отдавать. Садақа, зекет беру. Иә, отдавать, беруші болып. Я хочу реально бір дана болғым келеді. Андай бір болады ғой, әйел адамдар ше. Сыртынан ұрып тұрады дік-дік. Иә, бір андай. Уже андай бір неге келгенде, уровеньге келгенше, что иә, спокойствие. Сондай адам болу үшін мен сол нәрсенің бәрін жасап жатырмын деген сұраққа жауап келді да. Қаншалық сіз жасап жатырсыз? 90% шығар. Хорошо. Иншалла оның нәтижесін міндетті түрде аласыз. Қазір мына жерде терапияда отырғаныңыздың өзі сіздің амалыңыз. Түсінесіз ба? Иә.
вначале шешім қабылдап оған қарай амал етіп келе жатып, мына бірінші терапиядан кейін тоқтап қалғаннан кейін не істедік біз, уже амал тоқтатылды. Ары қарай болды, уже мен қайтадан амалымды әрекетімді жасаймын дегеннен кейін Аллах тағала әрбір адамның әрекетіне қарай есіктерін ашып қояды да. Бірақ оның ішінде если бізде ішімізде шірік болып тұратын болса, как холодильникте тұрған шірік алма сияқты ішімізде сөйтіп бір какой-то бір часті ата анадан бір реніші болып, обида болып сөйтіп тұратын болса, не істейді ол? Бүйтіп тарта береді өзіне қарай. Иә. Көрдіңіз бе? Так, қалай бүгінгі терапия? Қорытындылайық. Терапиядан ең маңызды нәрсе білгенім, мен бір шаққа деп жүрген ойым, оказывается, бір емес, бір 3-4 шаққа жақындаппын. Қандай? Енді мен ойлап жүрдім ғой былайша, әкемен терапияны өтуім керек. Менде все-таки бірдеңе қалған сияқты. Мне кажется, просто подтверждение жетіспеген маған. Да. Әкемен терапия өте жеңіл өтті. Маған. Мен наоборот ойлағам. Папамен қиын болатын шығар. Молодец. Осы жолда уже қаншама еңбектің уже кішкене болсын несі бар? Жемісі бар уже. А если ешқандай ештеңе жұмыс жасамаған, тура осы сияқты, сіз сияқты бір адам келіп отыратын болса, мына жердегі қалай болатын еді? Жылап, еңіреп, ішіндегісі шығып жататын еді. Неге? Өйткені көп балалардың әкесіне деген обидасы қандай? Қуаныштан жылағым келіп тұр. Нәтиже үшін ба? Біз негізі шынымен де өмірдегі алған нәтижемізге қарап шынымен де қуанамыз. Бұл шүкіршіліктен жылау болсын. Реально ол нәрсеге өзіңізге рұқсат беріңіз. Реально сондайша. Мен 22 мен 23-те қатты қиналдым да. Мысалы, оған дейін мен мойындамаған нәрсем, мен сағынғанымды мойындамағам. Вообще мойындай алмадым. В смысле сен ондай адамды сағынасың деп ше? Соңғы кезде мысалы андай болады да. Ну, это нормально, классно деп. Қабылдау. Негізі қабылдау этапына бүкіл адам өтетін болса, өмірлері өте жеңіл болады. Өткен қараш, жаңағыда терапияда айтылды ғой. Просто представьте етіңіз, что оң қолыңызға папаның правасы тұр. Сол қолда папа қатысы боль, ожидания, реніштеріңіздің барлығы тұр да. Қайсысы ауыр? Естественно, мынау қол ауыр ғой. Неге? Өйткені әр адамның өзінің қалай өмір сүруі бар, сол правасымыз қайтарып беруіміз керек біз да. А сіз сол праваны өзіңізге алып алғансыз. Это и мама, и папа тоже касается. Сол өзінің правасын қайтарып берген кезде, олар өзі қалағандай өмір сүрген кезде, міне сол кезде сізде мына нәрсе болмайды. Полностью принятие болады. Қазір көп балалар сөйтіп айтады екен: "Мама, мен саған ренішім бар, сен өткесің, сен өткесің." Жаным, жасың нешеде? 25, 35, 45. Окей. Это получается 25-тегі адам әлі ренішім бар деп кішкентай бала сияқты жүр ма? Жібере алмай жатырмын ғой. Көрдіңіз бе? Проработка болмағаннан не істейді адам? Ожидание, бала позициясымен жүріп, ата-анаға деген мынандай 1,40,000 обидасын жасап алады. Соңында өзіміздің жолымыз жабылады. Ата-ананың емес, өзіміздің. Бүгін азанда нені қарап жатып, телефоннан рилс шығады ғой. Типа, ренжи беретін әйел, ол бала әлі деп ше. Иә, инфантиль. Бала кішкентай байқап көріңізші, ана напермен деп бұртиып ренжи береді ғой. Ересек адам просто открыто айтады. Сөйтсем мен қазір көп нәрселерге ренжуді қойыппын да. Сол осознание болып кетті. Классно. Ама сен бірінде ренжи беретін едің ғой, сонда бала болған екенсің ғой деп ше. Кстати, мен кеше мамамен сөйлестім. Осындай, мен сіздің айтып отқан нәрселеріңізді мүлдем басқаша қабылдаған екен. Спокойно отреагировала.
Мама? Классно. Но мен оны инстаграмға салайын деп отырмын дедім. Сөйткен едім, в смысле? Қуасың ба сен деп. Ұнамайды маған деді. Тоже хотела андай сізбен обсудить. Мысалы, көп дүниелерді, я думаю, она бы не хотела, чтобы услышали. Солай айтып отыр да маған. Это же твое личное. Почему сен личныйыңды инстаграмға айтып жатсың деп ше. Негізі ол нәрсені маған да мама айтқан. Қойшы, мен саған айтқам алдында. Нежеланный ребенок. Даже менің алдымда қыздың қайтыс болғаны, ол кәдімгідей, как это, толық жетілмей, сөйтіп менде мынандай ой дүниеден болды да ағаны. сосын. Типа, ну, до конца терапия, ол бәрібір сол нәрсеге келеді. Как контент-мейкер ретінде тоже мен подтвердить ете аламын да, что не үшін, мысалы, бүгінде сол тақырып бойынша сөз қозғадық да. Даже Дінмұхамед Қонаевтың өзінде адамдардың жүрегінен орын алған. Не себепті? Потому что ол личностьқа байланысты өте көп мынандай нәрселер болған. Қарапайымдылық. Это же личность. Қарапайым квартирада тұру. Это же личность, это же его выбор. Это показывает то, что оның өмірге деген көзқарасы өте қарапайым. Жеке тұлға ретінде сондай адам екенін көрсетеді да ол. Сол үшін де адамдардың жүрегінен өте көп орын алған да ол кісі. Мен солай ойладым. И қазір біз жеке бренд деп айтып отырмыз ғой. Жеке брендтің өзі даму үшін адам жеке өзінің мнениесін беру керек. Личность ретінде ашылу керек блогта. Біз эксперттерге де сөйтіп айтамыз да, мысалы ше. Мен оны Жаным, оны эксперттерге өзің айтып отқан нәрсе. Иә, сондай да. Мен сол терапиялардан кейін инстаграмға айттым. Прямой айтпаса да, өте көп адам қатты маған деген ой өзгерген. Да. То есть доверие, точно. Мысалға, кешеде мен не үшін сенен сұрадым? Мен қайтадан сол нәрселерді қайта айту керек бе екен? Өйткені менде ол кезде бір азғанда 2000-3000 ғана адам еді. И біз Зендрада сөйлеп айтайын деп андайға отырмыз, бастап отырмыз ғой. Өйткені мен де ол нәрсені байқадым да. Когда мен сол нәрсені бүкілін жаздым, почти бір ай мен парақшамды дайындадым сол нәрсеге ше. Доверие қатты кетті. Мен өзім беріп жатқан консультацияда, мысалы, Reels услуга беріп жатқан кезде, былай болады. Өмірбаян кішігірім бір үзінді болсын бірдеңе айтып берейінші. Солардың ситуациясына байланыстырып. Олардың запростарына байланыстырып ше. Все, ана адам ол оплата жасап, Reels алып кетеді. Вот. Енді Жанерге ол нәрсені мамаға айту. Мама, это аудиторияның маған деген довериесі. Мысалға, мен былай қарайыншы, біз шынымен бір масканы андай қыламыз қатты, мен өзімде де білінетін шығар, енді білмеймін, парақшамда. Когда вот біз алғаш танысып, WhatsAppта жаздық қой, мен Instagram білмеймін, например, сенің ол кезде. Өйткені маған ана тек қана номер жазып шығарғанда, сорсы мен скрин жасап қойдым, болды. Қалай деймін да, Құдай берем десе, бірақ сәтте форшкада мә дейді да. Тупо теменің сорсын көріп қалам, еще мен не подписанымын оған, ең самый интересный. Просто айтады, Шымкентте бір Жанерке номер тұрады астында. Все, заскринила, вдруг керек болып қалады. Через месяц или через 2 месяца, по-моему, мен саған жаздым уже. Через месяц, кажется. Неважно онысы. И сол жерде, мысалға, мен парақшаны сұрадым сенен. Сосын не дедім мен? Бірінші көріп шыққым келді мен парақшасы. Кім ол? Қандай эксперт? Кірдім, көрдім. Все качественно. Видеолар бар, нелер бар. Нормально. А если мен сол жерде бітіп, бір-екі историяны, уже история жоқ ештеңе. Все по делу. Экспертность көп. Я, экспертность көп. И получается, нормально. А если мен андай қылмадым ғой бірден, давайте мен сізге қазір ақшаны жіберем, бүйтем, бірінші кездесейік, потом көреміз. Живой же встреча бәрі басқаша әсер етеді. И потом экспертностьті көрдім, окей, мына кісілермен жұмыс жасаған екен, окей. И уже де андай бір историясын, либо бір өзің неңді айтатын болсаң, например, өміріңдегі, или мен папасыз өскен қызбын деген сияқты айтатын болсаң, менде уже не пайда болады? Кішкене
қолдау ретінде андай поддержка пайда болады да, и давайте жұмыс жасап көрейік дегендей. Өйткені кәдімгі өзі әкесі өскен, өзі өзін асырап жүрген осындай қыз екен дегендей. Кейбіреулер мысалы басқаша да қабылдайды. Мысалға енді естіп жатамын ғой, біреулер мысалы өзінің ағыл тегіл неғыл историяларын бәрін айтып жатқан кезде көп адамдар бүйтіп қабылдайды екен да. Ой, қойшы, вечно бірдеңелерді айтып жылап отырады, там вечно там бірдеңелерге недовольный болып отырады деп ше. Сондай да қалыптасады екен да адамдарда. Енді ол определенное количество адамдарда ғой. Типа, я думаю, что ондай адамдарда, значит, эксперт ретінде несі жоқ, подтверждениесі жоқ да. Мысалы. Потому что экспертностің мықты болып тұрады, бірақ сен мына жақтан не айтып жылап жатсаң да, сен сүйкімді көрінесің ғой. Өйткені нәтижең бар да. А когда экспертностің нөл болып тұрады, и при этом мына жақта жылап жатасың, сол кезде вот қатты білінеді да, что қойшы вечно сол үшін нәтиже жоқ, ода ештеңе жоқ, бір достижение жоқ деген сияқты болатын шығар. Вот. Сол үшін де бізге не істеу керек? Энергия шығару керек. Ол мен үшін емес, ол бірінші өзің үшін доверие тудырады. И көптеген адамдар бар, которые сені қарап жүрген. Мен де қарап жүрген адамдар бар. Көреміз деген сияқты. Сол сияқты уже әрекет не қылады, әсер етеді. Мен ананы қайтадан жасайын деп жатқаным сол болады. Diamond Дендрада қайтадан түсіріп салам деп жатқаным. Окей, на этом все. Молодец. Бүгін жеңіл өтті.